Алла. Қой, мен демалайын кішкене. Сендерге ертегі оқып берейін. Кәне, міне кітап. Бүгін қандай ертегі оқып берсем екен сендерге, а? Ертеде бір орманда 3 торғай өмір сүріпті. Орманды мекендейтін тек құстар ғана екен. 3 торғай, қалғандары басқа құстар болыпты. Торғайлардың әдемі әлпетіне қызыққан адамдар оларға жеке-жеке ат қойыпты. Бірінің аты Арман, екіншісінің аты Азат, үшінші торғайдың аты Еркіндік болыпты. Арман есімді торғай әрқашан, қашан мен жақсы орманда өмір сүрер екем. Әдемі ұям болса, жейтін тағамым көп болса, орман іші әдем болар еді деп армандап жүреді екен. Ал Азат есімді торғай, ормандағы басқа құстардың бәрі жақсы өмір сүреді. Мен неге басқалардың жұмысын істеп, өзіме бір пайда таппаймын? Қашан осылардың үстемдігінен құтылар екем деп көп ойланып жүреді екен. Еркіндік есімді торғайдың да көңіл күйі болмай, өз бетімен сайрандап өмір сүрмей, әрқашан басқа құстардың айтуымен ғана жүріпті. Ормандағы ең биік, жапырағы жайқалған қалың бұталы ағаштарға ұясын салып, өздеріне керекті тәтті тамақтарын жеп жүрген басқа құстар екен. Ал сары торғайлар болса, жайқалған жапырағы жоқ, кепкен ағаштарға қонақтап, қыстың күні қалың қар, үскірік аяздарда тоңып жүреді. Жаз болса, ыстықтан паналайтын үйі болмай, көктем мен күзде нөсер жауының астында қалып, дірдектеп күн кешеді екен. Өздерімен бірге өмір сүріп жүрген құстардан қайыр болмағандықтан, торғайлар орман үстінен ұшқан бөтен құстардан көмек сұрайды екен. Тырналар ұшып өтсе, «Тыраулаған тырналар, бізді өздерімен бірге ала кетіңдер» деп жалыныпты. Күндердің бір күнінде орман ішінде қатты жел тұрып, қалың ағаштар шайқалып, жапырақтары жұлынып, қураған ескі шөптер желмен көтеріліп, орманның іші аласапыран болыпты. Құстардан ес кетіп, бірімен бірі қақтығысып, жараланып, бәрі бір әбігерге түсіпті. Кішкене торғайлар да тығылатын жер таба алмай, қатты қиналып жүргенде, жоғардан бір қыран құс келіп, торғайлардың жанына қоныпты. Алғашында қатты қорыққан торғайлар қыранның қасына келіп паналай бастайды. Бұлардың жағдайын көрген қыран, «Осыншама үрейленген, азап шеккен құстар екенсіңдер» депті. Осы кезде торғайлар бір-бірімен жарыса, өздерінің бастан кешкен уақиғаларын, өздерінің өмірлері туралы айтып беріпті. Бұлардың жағдайына әбден қанық болған қыран құс, «Келіңдер, менің арқама шығып, қатты ұсталыңдар. Сендерді басқа бір орманға апарайын» деп торғайларды арқасына мінгізіп ұшып кетеді. Олар аспанды аралап ұшып келе жатқанда, алыстан көкпеңбек болып, көздеріне бір қалың орман түседі. Қыран сол орманға қонып, торғайларға, «Ал енді аман сау болыңыздар, осы жерде жақсы өмірлерін басталады» деп ұшып кетіпті. Торғайлар жан-жағына қарап, таң тамаша болып, неткен әсем орман, ағаштардың түр-түрі өседі. Орманда құстар да, аңдар да көп. Бәрі мейірімді, сайраған құстардың үні, аңқыған гүлдердің иісі, бәрі тамаша екен деп тамсанып тұрғанда, қастарына келіп қонған бұлбұл, «Бұл еркіндік мекені, тәуелсіздік орманына қош келдіңдер» депті. Осы күннен бастап торғайлардың өмірі ертегіге айналып, тамаша өмір кешіпті.
ұнады ма ертегі? Иә. Өте қызық ертегі екен, иә, тамаша ертегі.